Түркістан облысы Сарыағаш қаласында қанды қылмыс орын алды. Екінші топтағы мүгедектігі бар 19 жасар Жасұлан Әбдіманапты ауыл бұзақылары адам аяғы баспайтын жерге апарып, 14 жерінен пышақтап, іздерін суытқан. Менің ұлымды аяусыздықпен, жауыздықпен 4-5 жас үлкен балдар шегіп алып, менің ұлымды пышақтап, азаппен өлтіреді. 14-15 жерінен пышақталған. Және менің баламды жүрегінен ұрған, маңлайына уымен ұрған. Айдалаға апарып тастап, олар дым болмағандай өздері келіп, ішіне қыздарды салып алып келіп, ары қарай өздері кайфовать етіп жүрген. Қылмыс орын алмас бұрын Мұрат есімді күдікті марқұмға 280 мыңдай зайым алдырған. Ең сорақысы күдікті азаматтың әскери қызметкер екені белгілі болды. Зайым кредиттер алдырған екен. 4 баланың екеуі менің ұлымды Моншадан шыққан екен, 7-жарымда жүр, сенің займыңды төлеп береміз деп, менің баламды машиналарына отырғызып алып кетеді. Ардақты ағайын, қайғыдан қан жұтқан ана қоғамнан араша сұрайды. Осы видеоны таратып, әділдіктің орнауына үлес қосуларыңызды сұраймын.